Менің айтатын мәселем Арал теңізі, Арал қасіреті. Естеріңізге салайын, 990 миллиард су болған 50 жыл бұрын. Біз 27 миллиард су болған кезде Кіші Аралды, Көкарал бөгетін салып, қуанған болатынбыз. 2 түрлі балықтың орнына 36 түрлі балық ауланатын болды, 15 мың тонна балық ауланған болатын. Ал енді сол 27 миллиардтан қазір 3-тен 1 жоғалтылды. 18 миллиард қалды. Тағы да судың тұздылығы 12 граммға да жетті, 15 граммға жетсе, тағы да балықтар қырыла бастайды. Енді осыған байланысты менің сұрағым, 92 жылғы келісімді айттыңыз сіз, министр мырза. 82 жылы Совет одағында госпланда су тұтынушы есебінде Арал теңізіне су лимитін белгіленген болатын. Сондай су лимиті белгілену керек. Басқа Сырдария өзенінің ағысындағы мемлекеттермен ол 3 миллиард куб болу керек кем дегенде. Өйткені боланатыны жылына 3 миллиард су. Екінші мәселе, мемлекет басшысының тапсырмасы болды, жолдауында айтылды, 21 жылы Қараөзек су қоймасы су тасқыны кезінде 1 миллиардқа дейін су жинауға болады. Сөйтіп, ол суды вегетациялық кезеңде экономдап, үнемдеп, қайтадан Арал теңізіне беруге болады. Мұнан басқа тағы да мәселе бар, автоматтандыру мәселесі, ирригация каналдарын жөндеу мәселесі. Бұл жерде 2 миллиардтай су текше метр үнемдеуге болады, автоматтандыру. Осы лимитті қашан белгілейсіздер? Қараөзек су қоймасы қашан салынады? Сосын ирригациялық жүйелерді 50-60 жыл бұрын салынған қашан жөндейсіздер? Сол сұрақтарға жауап берсеңіз. Рахмет. Су ресурстар министрі, сізге сұрақ. Жақсы, рахмет көп. Қараөзек су қоймасы бойынша жаңа айтқан министрлік тарапынан 8 су қойма жобалық смет құжаттары әзірленіп жатыр. Сол ішінде бар. Биылғы жылы біз жобалық смет құжаттарды аяқтаймыз. Содан құрылыс жұмыстарына республика бюджеттен қаражат бөлу үшін ұсыныс береміз, жұмыстарды бастаймыз. Ал Арал теңізі бойынша, солтүстік Арал теңізі бойынша рас бүгінгі күні сол 17-18 кубокилометр су сөйерде бар. Бұл жұмыстар айту керек, дүниежүзілік банк арқылы бөлінген қаражат есебінен сөйерде Көкарал дамбасы соғылып, сол суды жинауға мүмкіншілік берді. Бүгінгі күні екінші этап жұмыстарды жүргізу үшін сол дүниежүзілік банк арқылы $1,5 миллион қаражат бөлінді. Оған жобалық смет құжаттары әзірленді. Бүгінгі күні ол мемлекеттік сараптаманы өтіп жатыр. Мақсатымыз екінші дамба соғып, соңын қосымша тағда 7-8 кубокилометр суды жинау. Ал енді сол лимиті бойынша жылда бізде арнайы осы Сырдария өзені бойынша жылына 2 рет арнайы комиссия отырысы өтеді. Өңірде Таджикистан, Түркменстан, Өзбекстан және Қазақстан мемлекеттері қатысады. Біздің министрлік деңгейде өткізеді. Биылғы жылы Ташкент қаласында өтті. Мынау межвегетация уақытысында қыркүйек айынан бастап сәуір айына дейін біз биыл келісімге келдік. 1,6 кубокилометр суды сол солтүстік Арал теңізге береміз деген. Бүгінгі күні мынау күнделікті мәлімет бойынша Ақлақ деген гидроузелда бүгінгі күні суды өтіп атқан деңгей былтырғы жылмен салыстырғанда 20-30% артық болып тұр. Сол суды біз қазір түсіп атқан суды Сырдария өзені мен Арал өзеніне беріп атырмыз. Сол сияқты вегетация кезінде де тура сондай қанша су түсу керек Арал теңізіне бекітіледі. Бірақ өкінішке орай айту керек, әр жылда ол лимит орындалу мәселесі бар. Себебі ол жаңағы айтқан судың дебетіне, сулылығына байланысты әр жылдың. Біз қазір байқап отқанымыз, мынау жалпы барлық өзендер бойынша судың аз деңгейі қалыптасып отыр. Осыған байланысты бекітілген лимит бүгінгі күні сол теңізге толық мөлшерде беріліп жатқан жоқ. Рахмет.